Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Тез компотты қайнатып, базарға шығайын деп жатырмын. Үйге көкөніс, сондай фрукты, овощи алып келуге. Балам 3 күн бойы қатты температура жетіп жатыр. Осындай үстінде кішкене сып пайда болды. Дәрігерге апарып едім. Кореға ұқсайды, осындай сып шыққанын күтеміз деді. Өйткені аузында қызарғандар сол корьдің белгілері екен. Кішкене қиналып кетті. Температурасы 41-ге шейін барып жатыр. Енді сәл шыдасаңыздар, үстіне сыптың барлығы шықса жеңілдейді деп айтты. Енді күтеміз. Содан кейін машинаны өзім айдап шықтым базарға. Алматы қаласында Алтын Орда базары, сол жақтан аламыз. Овощи мен фруктыды, ал басқа продуктыларға Алматыдағы оптовкаға барамыз. Мен өте үнемшіл адамдардың бірімін. Күнделікті керек затты магазиннен қайта жүгіріп барып ала бергенге өте қарсымын. Ол кезде ақша мүлдем шақ келмейді. Сіздің айлығыңыздың көп бөлшегі солай шетінен алғанға кетіп қалады. Негізі өздеріңіз жақсылап есептеп санап көрсеңіздер, ай сайын осылай барып алып келген өте үнемді. Мен енді сараң адам емеспін, бірақ та үнемшіл адаммын деп айта аламын өзімді. Сонымен осы базарға келдік. Қазір керекті заттарымыздың барлығын аламыз да тез қайтадан үйге бару керек. Базарда баға өте төмен. Біз алманың килограмын 650 теңгеден алатын болсақ, біз осы жерден 350 теңгеден өте жақсы алманың түрлерін аламыз. Базарда күн жылы болып тұрды қайта бүгін. Күннің көз болмағанымен, бірақ та далада бәрі еріп жатты. Қайтар жолда бұрынғы итіміз Батонды көріп қалдық. Біздің ит болған, қазір көршіміз асырап алған. Бізден төмен жақта тұратын. Сол бізді көрген сайын танып, қасымызға келеді. Бір нан беріп едік, соны аузын іліп алып кетті. Міне алған заттарымыз осы. Енді барлығын орналастыру керек, орындарына қойып, сорттайтындарын сорттап. Мына жерде қызылша, картоп. Содан кейін қызылшадан салат жасайын деп көбірек алдым. Пекин капустасы лагманға и цезарь салатына деп алдым. Енді бұзылып кетпесе болды. Капуста көбінесе тұрып бұзылып кетеді. Еш нәрсе жасамай қалам. Гранат алдым. Міне алма 10 килограммдай. Содан кейін мандарин, банан. Мандариннің 2 түрінен алдым. Банан что-то үйге келіп еді, кішкене қараяйын деп тұрған сияқты, помидор, қияр. Тез макарон жасадым. Макаронды сағынатын екенсің. 1 ай болыпты макарон жемегенімізге. Сонымен дәмділеп макарон істеп тамағымызды ішіп алдық.